Баршаңызға сәлем достар. Балықтан шашлик жеп көрдіңіз бе? Егер жеп көрмеген болсаңыз, жолдасым отбасы күнінде осындай бізге арнап балықтан шашлик жасап берген болатын. Дәмі енді сөз жоқ, ауызда ерейтін, үлбіреп тез пісетін бұл шашликті міндетті түрде отбасы мүшелеріңізге жасап көруге кеңес беремін. Сондай дәмді, өте керемет болып шығады. Біздің отбасымызда барлығы ұнады. Енді жасалу жолына келетін болсақ, алдымен балықты жақсылап, тазалап, жуып алды. Оны бірнеше бөліктерге бөліп, осындай қар жауып тұрған кезде сыртта далада кереметтей етіп өзі дайындап бізге ұсынған болатын. Мінекей, байқасаңыздар, қар күшті болып жауып тұр. Осы балықтарды жақсылап жуып алғаннан кейін дәмдеуіштерін қосты. Барлық өлшемдерін төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Қара бұрыш, тұзымыздың барлығын алдын ала дайындап алдым мөлшермен. Татымына қарай қоса берсеңіздер болады. Балықтың үлкендігіне қарай. Жақсылап араластырып, балығымызға қосатын болады. Ескере кететін жайт, осы жерде дәмдеуіштерді арнайы дәмдеуіш сататын жерден алсаңыздар, иісі өте керемет, ерекше болып шығады. Және де 1 лимон шырынын қосты. Толықтай шырынның барлығын алуға тырысты. Содан кейін сұйық майымызды қосты 50 грамм шамасында. Байқасаңыздар, бұл жерде сұйық майдың барлығын қосқан жоқ. Енді балығыңыз үлкен болса, 100 грамм шамасында қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, ендігі кезек сарымсаққа келді. Сарымсақ пен пиязымызды тазалап алып, оны да жақсылап жұқалап, турап, осы балыққа қосатын болады. Достар, бұл рецепті жолдасым үнемі жасайды. Бүгін сіздерге бөлісуді жөн санадым. Себебі біздің отбасымызда осы балықты жиі тұтынамыз және балықтан жасалған өнімнің барлығын тағамдарды кішкентайынан үлкеніне дейін жақсы көреді. Сондықтан сіздерде бір рет болсын жасап көруге кеңес беремін. Жақсылап араластырып 3-4 сағат көлемінде қақпағын жауып қойып қоятын болады. Мінекей, біздің балығымыз дайын. Енді осындай шампурға дайындап алады алдын ала. Барлығын орналастырып осылай рет-ретмен. Шабыты келген кезде жолдасым осылай тағам дайындауға кіріседі. Ол кезде мен де, балалар да өте бір мәз боламыз, қуанып. Себебі жолдасым тамақ жасаса, өте дәмді жасайды. Өте жаңа ұқыптылықпен, бар ынтасымен, мейірім махаббатымен пісірілген тамақтың дәмі ерекше болады ғой. Сол секілді барлығымыз бір жасап қаламыз. Қашан тамақ пісіреді екен, шабыты оянады екен деп асыға күтеміз, шыны керек. Сіздердің де жолдастарыңыз тамақ дайындай ма? Қандай тағамды өте ерекше дәмді қылып жасап береді? Комментарий бөліміне бөлісе отырыңыздар. Және де осындай жолдасым дайындаған тағамдармен сіздерге жиі бөлісіп тұрсам, сіздер қалай қарайсыздар? Ұнай ма? Оны да комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер. Егер иә дейтін болсаңыздар, жолдасыма өтініш жасап, тамақ жасаған кезде міндетті түрде сіздермен бөлісетін боламын. Мінекей, осылай барлығын шампурға дайындап алғаннан кейін сыртқа шығып, мангалда осылай отынын дайындап алды да, енді осы шоқтың үстіне балықтарымызды кезек-кезек орналастырып жатыр. Бұл балық өте тез пісетіндіктен айналдыра отырып жолдасым пісірді. Және де осының үстіне соус, яғни қызарып пісіп жатқан кезде гранатовый соус деп аталатын соусты жағып шыққан болатын. Яғни осылай қызарып пісіп жатырған кезде үстіне осылай жағып шықты. Аты нашарап, негізінде гранатовый сок натуральный деп тұр.
атауы. Осыны барлығына, яғни айналдырған кезде келесі бетіне де осылай жағып шығады. Мінекей біздің шашлығымыз дайын болды. Өте керемет болып шығып жатыр иісі. Мына қара десеңіздер, бұл қара терісі бірден күйіп кетеді. Сондықтан осылай тездетіп алмасаңыздар, бұл терісін алып тастаған кезде күйген жерін өте дәмді болып сезіледі. Мінекей біздің балығымыз дайын ұсынуға. Өте ерекше, дәмді және де отбасы мүшелеріне бірден ұнады. Сіздерге де осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.